Сіздерге дәл осы презентацияны қалай жасалу жолын дәл қазір мен үйретемін. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана менің артынан қайталап отырсаңыздар болды. PowerPoint ашамыз. Бізде заголовка слайд керек емес, сол үшін удалить бастаймыз. Мышканың оң жақ батырмасын басып копировать етіп, Ctrl-V кнопкасы арқылы вставить етіп аламыз. Солай 7 терезе керек бізге, 7 слайд ашып аламыз. Ал енді сол жақ жоғарыдағы ставка рисункты басу арқылы өзімізге керек таңдап алған суреттерімізді енгіземіз. Енгізген суретімізді копировать етіп аламыз. Астымыздағы фон настройкасына кіреміз. Ол үшін мышканың оң жағын басамыз, формат фонға кіреміз. Бұл жерден рисунок или текстура, сосын буфер обменнан басасыздар. Үстіндегі суреттің үстін жылдам екі рет басу арқылы жоғарыда размер шығады. Размерін тек қана үстін 2-ге ауыстырасыздар да, онан шетке шығарып тастайсыздар. Дәл осылай 7 слайдқа да суретті енгізіп, размерін 2-ге кішірейтіп аласыздар да, барлығын шеткіге шығарып орналастырып қойыңыздар. Қайта бір слайдқа ораламыз, ставка бөліміне кіріп, фигураны таңдаймыз. Фигураның ішіндегі керегі бізге қазіргі прямоугольник фигурасын аламыз. Әрмен қарай мұқият қайталаймыз. Терезені кішкене үлкейтіп аламыз. Дәл осы жерге біз таңдаған фигурамызды басып арқылы төмен қарай тартамыз. Және жібереміз. Ортада мына сары нүктені орта қарай жылжытып, сонда бізде әдемі фигурамыз пайда болады. Ctrl-C кнопкасы арқылы копировать етіп, Ctrl-V кнопкасы арқылы біз қойып шығамыз. Бізге керек 6 фигура, 6 фигураның арақашықтығы орналасуын бірдей қылып жайғастырып аламыз. 6 фигураны жайғастырып болған соң Ctrl кнопкасын басып жібермей, 6 фигураның үстін қайтадан мышкамен басып шықсақ, барлығы ерекшеленеді. Сосын фигураның форматының ішіне кіреміз да, астындағы линияны ашып, градиентная линияны таңдаймыз. Жоғарыдағы заливка фоны. Қайтадан Ctrl кнопкасын басып, барлық 6 фигураның үстін басып ерекшелеп аламыз. Ctrl-C кнопкасын басып, копировать етіп, қалған барлық слайдтарға Ctrl-V кнопкасын басу арқылы орналастырып шығамыз. Қайта вставка бөліміне барып, фигураның ішіне кіреміз. Бұл жол бізге керек төртбұрышты суреттің үстін толық қойып шығамыз фигурамызды. Формат фигурының ішіндегі градиентная заливканы басамыз, астындағы точканы басып, үстінен түсті қара түске белгілеп аламыз. Бұл нүкте керек емес, бұл да керек емес. Ең соңғысын тоже қара нүктемен белгілеп аламыз. Және астында прозрачныйды толық жүзге апарып тастаймыз да, бұл жерден дәл осыны таңдайсыздар. Суреттің үстінен мышканың оң жағын басу арқылы задний планды таңдайсыздар. Осы әрекеттерден кейін мына фигуралардың астындағы суреттер, яғни фондар анық көрінеді. Ал енді келесі кезекте біз сыртқа шығарып тастаған кішкентай ғана суреттерімізге оралатын боламыз. Біріншіден бастайық. Үстін жылдам 2 рет басу арқылы оң жақта ашылған терезеден образец және осы фигураны таңдап аламыз. Мышканың сол жақ батырмасын жібермей басып ұстап тұру арқылы біз керек жерімізге орналастырып аламыз суретті және жіберіп астынан бұрыш жағынан тартсақ, кішкене суретіміз үлкейеді. Презентация әдемі шығу үшін әрине біріншісін центровкадан қойып аламыз. Дәл орта нүктені таңдап алып қоямыз. Жоғарыда мен көрсетіп отқан бұл размер. Бұл размерді есте сақтап аламыз, қазір керек болады бізге. Ал енді екінші слайдымыздағы суретімізді көшіріп аламыз. Ол үшін мышканың оң жағын басып выразить етеміз де, бірінші терезеге Ctrl-V кнопкасына бассақ қойылады. Бұның да үстін жылдам 2 рет басу арқылы оның размерін өзгертеміз. Бұл жерде думалағын таңдаймыз. Кішкене сопақтау болып қалды, сол үшін ортасындағын ішке қарай кіргіземіз кішкене. Кішкене болып қалды, үлкейтейік. Екі суреттің ортасын екі суреттің ортасын центровкасын дәл бірдей қоямыз. Бірінші сурет кішкене үлкейт жіберейін. Мұнда 3.94 жақсы еске сақталды. Екеуін бір нүктеге бір сызыққа қойсақ, ал енді кезек үшіншісінде дәл солай выразить етеміз де, біріншісіне кіріп, Ctrl-V кнопкасы арқылы қойып шығамыз. Көрсетілген әрекет бойынша барлық 7 слайдтағы суреттерді осылайынан бірін астына бірін ең басты бір сызықта қойып аламыз. Бұл да кішкене сопақтау екен, сол үшін бұнда кішкене суретті думалақ болуға тырыстырайын мен қазір. Ал енді керек тексті жазып, дәл видеодағыдай орналастырып алыңыздар. Ал енді дәл осы фигураның бұрышынан жоғары қарай тарту арқылы кішірейтіп алмайық, үстінен төмен қарай тарту арқылы кішірейтеміз.
Бұны да көп емес, азғантай. Бұны көбірек кішірейтеміз. Через один көбірек кішірейте беру керек. Тұра берсін, дәл осыны мен кішірейт бастайын. Енді астынан размерін бірдей болу керек. Енін қоямыз. Опа. Ал қызығымыз енді басталады. Думалақ суретімізді Ctrl кнопкасын басып жібермей, суреттің үстін таңдап шықсақ, барлығы ерекшеленеді. Ctrl-C кнопкасы арқылы көшіріп, Ctrl-V кнопкасы арқылы біз вставить етіп аламыз. Үстіндегі суретті жоғарыға жылжытып, опа, қате кетті. Оның бұрышынан тартып кішірейтеміз. Жоқ, бұл тұра берсін. Негізі бұлай кішіретілмейді. Үстін жылдам екірет бассақ, мына размер шығады. Бұл бастапқы размер бізде 2 болған. Сол үшін 2-ге қоямыз да. Бір сызыққа жайғастырып қояйын. Астындағы екіншісін размер біріншісін аралық көріп 3.94. Сол 3.94-ге апарамыз. Жылдам екірет басу арқылы. 3.94 бізде жалпы 4 қояйын. 4 қойсақ та болады. 4 қояйын. 4. Осыны центріне қойып аламыз. Бір сызықтың линиясына. Енді қалған астындағы барлық суреттерді қайтадан Ctrl кнопкасы басып жібермей ерекшелеп аламыз да барлығын бірдей жоғары қарай тартамыз. Келесі бізде тексті орналастыру арқылы, оппа, мына жерде фигураларымыз асты көрінбей қапты. Ол үшін оң жағын басамыз, задний планға кіріп жібереміз. Болды, бұл дайын. Барлығында задний планға кіріп шығайын, тексеріп, болды задний план, келесі тоже задний план, келесі тоже задний план. Түспей қапты, бұл да задний план. Қайда енді екіншісіне кіреміз, орналастырамыз. Мына фигуралар жағына через один кішіреткен едік, енді екіншісінен бастаймыз. Біріншісі тұрады, екіншісінен бастаймыз да бұрышынан төмен қарай, жоғары қарай кішіретіп шығамыз. Через один, бұны да төменге қарай, астынан жоғары қарай фигураларды кішірейтеміз. Және ең соңғысын төмен қарай, астынан жоғары қарай. Бұл дайын. Енді суреттерімізді Ctrl кнопкасын басу арқылы ерекшелеп аламыз. Барлығын Ctrl-C мен көшіріп, копировать ету. Ctrl-V-ны қойсақ, түседі. Біріншісін жоғары қарай тартамыз. Бірінші суретті жоғары тартамын. Екіншісінің размерін жылдам екірет үстін бассақ, размерін енді 2-ге ауыстырамын бұны. 4-ті 2-ге ауыстырамын. Бұны да жоғары қарай қоямын. Центровка ұстаймыз. Бір линия айнып кетпеу керек. Үшіншісінің размерін 4-ге қоямыз. Ортаға центрге шығарамыз. Қалғандардың барлығын бірдей ерекшелеп, барлығын бірдей көтере саламыз. Ол оңай. Келесі енді текстімізді жайғастырып аламыз. Текстіміз кішкене фигураның үстіне шығып кетті. Бұны астына түсіріп жіберсек, Ctrl-A мен толық ерекшелеп, центріне қоямыз да дәл видеодағыдай жайғастырып аламыз. Енді мына фигуралардың орнын қайтадан ауыстырамыз. Бұл жолы біріншісінен бастаймыз, кішірейтеміз, төменге қарай, төменнен жоғары қарай. Через один, ең бастысы ендерін пішінін өзгертіп алмау керекпіз. Бұл тұрады. Бізде бұл тұра берсе де болатын еді. Мейлі кішірейтіп салайын кішкене. Бұны қаттырақ кішірейтуім керек енді. Әдемі шығу үшін қазір видеоның соңында қарай көресіздер. Бұл презентация дайын. Дәл осыны қайттым барлығын Ctrl кнопкасы басып жібермей арқылы ерекшелеп аламыз. Жазу керек емес, қалсын. Бұны да барлығын келесі терезеге орналастырып аламыз да үстіндегі енді екеуін, оның біреуін жоғарыға шығарып тастаймыз, екіншісін қалдырамыз. Енді бұның размерін 2-ге апарамыз бастап қалыпқа. Бұны да үшіншісіне жайғастырып бір линияда. Келесі бұның жылдам үстіне рет басамыз, 2-ні 4-ге айналдыра саламыз.
Ал енді дәл осыны қайтадан центрге қойып шығуымыз керек. Біз астындағысын үшеуін бірдей ерекшелеп, жалпы бірдей төбеге қарай көтере саламыз. Жазуымызды, керек жазуымызды әкеп аламыз. Бұны да астына түсіреміз. Ctrl A, центрге қоямыз. Фигураның үстіне шығып кетпесін. Қойып шығамыз. Енді бұл фигураларымыз қайтадан кішірейте бастаймыз. Төменнен жоғары, жоғарыдан төмен. Екіншісін хаттар кішірейте салайын енді. Сен қала саласың ау. Қалмайын дейді. Кішкентай тұра берсін. Ал енді бұны көбірек кішірейтейін. Төменнен жоғары қарай қоямыз. Жоғарыдан төменге қарай орналастырамыз. Через один етті бізде ұмытпау керекпіз. Төменнен жоғары қарай. Болды, бұлымызда дайын. Барлығын қайтадан суреттерімізді копировать етіп көшіріп аламыз. Сөйтіп келесі слайдқа барып жайғастырамыз. Енді жоғарыдағы үшеуін бірдей таңдап алып көтеріп тастаймыз. Әр көтерген сайын біреуін қалдыру керекпіз. Себебі мына ортасындағыны екіге апарамыз да соның қасына жайғастырамыз. Центрін айнымауымыз керекпіз ең бастысы. Әйтпесе видеомыз әдемі шықпайды. Бұны 4-ке апарамын да центрге қоямын қайтадан. Астындағы екеуін көтереміз. Слайдтың ішіне толық кірді. Келесі бізде енді текстімізді орналастырып шығамыз. Дәл видеодағыдай бұл фигуралардың қайтадан пішіндерін өзгеріп шығамыз. Через один ұмытпаймыз. Ені айнып кетпеу керек. Сол қалпында қалу керек ені. Бұны кішірейтейін төмен қарай. Енін қайта ұрлап аламын. Байқасаңыздар өзі қызыл кішкентай подсказка беріп тұр. Сол арқылы көмегімен жоғарыдан төмен, төменнен жоғары қарай орналастыра береміз. Бұл да дайын. Енді келесі слайдымызға барлығын көшіріп алып апарамыз. Көшіру Ctrl C, ставить Ctrl V ұмытпаңыздар. Ctrl V бассам ставить етіледі. Төбедегі неше болды? 4-еуін жоғарыдан бастайын. 4-еуін жоғары қарай тартамын. Біреуін қалдыру арқылы. Бұның размерін ұмытпаймыз. 2-ке апарамыз да жоғары қарай тартамын. Уже жаттап алған боларсыздар. Бұның размерін 4-ке қоямын да центрге апарып жайғастырамыз. Подсказка беріп атып, тура деп астындағысын қасына жайғастырып қоя саламыз. Енді текстімізді әкеп жайғастырып аламыз. Ал фигураларымызды кішірейтіп пішіндерін өзгертуге кірісейік через один арқылы. Ұмытпаймыз, қайталаймын. Ctrl кнопкасын басу арқылы барлығын үстін бассақ ерекшелене береді. Ctrl C мен копировать етіп, Ctrl V мен түсіреміз. Жоғарындағылардың барлығын таңдап, төменге жоғары қарай көтеріп тастаймын қазір. Біреуін қалдыру арқылы. Бұның размерін қайтадан бастапқы 2-ге апарамыз. 2-ге апарып, жоғары составқа кіргізіп қояйық. Ал енді астындағысын түзу болды. Ал енді астындағысын форматын 4-ке қоямын да центрге апарып қоямыз. Бір линияның бойымен центрге қоямыз. Бәрекелді. Енді текстімізді әкелсек болады. Текстімізді әкеп болғаннан кейін фигуралардың пішінін қайтадан через один кішірейтіп бастаймыз. Бұрышынан ұстап тұрып, жоғарыдан төмен қарай, төменнен жоғары қарай пішіндерін өзгеріп шыға береміз. Через один. Ең бастысы енілерінің пішіндері өзгеріп кетпеу керек. Өзгеріп кетсе қазір ол да байқалып қалады. Сол себептен мұқият асықпай ғана жасап шығамыз. Жоғарыдан төмен, төменнен жоғары қарай. Ал біздің презентациямыздың ең соңғы қимылы слайдтың үстін басып, Ctrl A кнопкасын бассақ барлық ерекшеленді.
переходқа кіріп трансформацияны бассақ, жұмыс істейді. Презентация работает. Слайд сначаланы қоямыз. Құтты болсын, мінекей барлығымыз бірге қайталап дәл осы презентацияны жасап шықтық. Әдемі көзқараспен. Видеоны жақсылап қолдап кетсеңіздер, сіз жасауға қиналып жүрген презентациялардың түр-түрін қалай жасау керек жолдарын барлығын үйрететін боламын.